Мотивацияның қажеті шамалы. Қоршаған орта маңызды. ақш-тың Массачусетс штатындағы Бостон қаласы алғашқы медициналық-санитарлық көмек ауруханасының дәрігері энн торндайк ақылға сыймайтын идеяны жүзеге асыра білген адам. Ол бірнеше мың адамның аурухана қызметкерлері мен науқастардың ас ішуге қатысты әдеттерін өзгертпек болды. Маман олардың ерік-жігері мен мотивациясына ықпал етуге уәде берді. Дәрігер адамдармен әңгімелесуді де жоспарлады. торндайк пен оның әріптестері аурухана кафесінің таңдау архитектурасын өзгерту мақсатында 6 айлық зерттеу жүргізді. Әуелі олар сусындарды ауыстырып қойды. Бұның алдына тоңазытқышқа салынған газды сусындар кассаға жақын орналасқан еді. Зерттеушілер тоңазытқыштарды құр суға толтырып қойды. Бұған қоса буфетке жақын жерде бөтелкедегі сулар салынған себеттер тұрды. Газдалған сусындар тоңазытқышта бар, бірақ адамның қолы жететін жердің бәрінде жай су тұр. 3 айда аурухана кафесінде газдалған сусын саудасы 11,4%-ға түсіп кетеді, ал жай су саудасы 20,8%-ға өсті. Зерттеушілер тағамның мотивацияның қажеті шамалы. Қоршаған орта маңызды. ақш-тың Массачусетс штатындағы Бостон қаласы алғашқы медициналық-санитарлық көмек ауруханасының дәрігері энн торндайк ақылға сыймайтын идеяны жүзеге асыра білген маман. Ол бірнеше мың адамның аурухана қызметкерлері мен науқастардың ас ішуге қатысты әдеттерін өзгертпек болды. Маман олардың ерік-жігері мен мотивациясына ықпал етпеуге уәде берді. Дәрігер адамдармен әңгімелесуді де жоспарламады. торндайк пен оның әріптестері аурухана кафесінің таңдау архитектурасын өзгерту мақсатында 6 айлық зерттеу жүргізді. Әуелі олар сусындарды ауыстырып қойды. Бұның алдында тоңазытқышқа салынған газды сусындар кассаға жақын орналасқан еді. Зерттеушілер тоңазытқыштарды құр суға толтырып қойды. Бұған қоса буфетке жақын жерде бөтелкедегі сулар салынған себеттер тұрды. Газдалған сусындар тоңазытқышта бар, бірақ адамның қолы жететін жердің бәрінде жай су тұр. 3 айда аурухана кафесінде газдалған сусын саудасы 11,4%-ға түсіп кетеді, ал жай су саудасы 25,8%-ға өсті. Зерттеушілер тағамның орнын ауыстыру арқылы ғана осыған ұқсас нәтижеге жетті. Олардың ешқайсысы дәмханада тамақтанатын адамдармен сөйлескен жоқ. Адамдар көбіне азық-түлікті қажет болғандықтан емес, тұрған жеріне қарай таңдайды. Ас үйге кіргенде, үстел үстінде тәтті тұрса, қарным ашпаса да, тамақ жеу ойыма кіріп шықпаса да, бірден уыстап алып жей бастаймын. Ал кеңседегі ортақ үстел үстінде үнемі жұмсақ нан мен тоқаш тұрса, ара-тұра оның жанынан өткен сайын үстелге қол созасың. Адам әдеттері өзі отырған бөлмеге және көз алдындағы стимулдарға қарай өзгеріп отырады. Қоршаған орта адамның іс-әрекетін бағыттап отыратын көзге көрінбейтін қол. Біз ешкімге ұқсамасақ та, сыртқы ортаның әсерімен белгілі бір әдетімізді қайта-қайта көрсетіп қоя береміз. Мәселен, шіркеуге кіргенде үнемі сыбырлап сөйлейміз. Қараңғы көшеге түскенде жан-жағымызды бақылап, аяқты аңдап басамыз. Сөздің қысқасы, өзгерістің ең кең тараған түрі ішкі емес, сыртқы факторларға байланысты болатын өзгеріс. Бізді қоршаған орта өзгертеді. Әрбір әдет ортаға бағынады. 1936 жылы психолог Курт Левин аса маңызды ақиқатты сипаттайтын қарапайым теңдеу ойлап тапты. Мінез-құлық, тұлғаның және қоршаған ортаның қызметі. Көп ұзамай Левиннің бұл теңдеуін кәсіпкерлер қауымы тексереді. 1952 жылы экономист Хокинс Штерн импульсивті сауда суицидиясы деп аталатын феноменді сипаттап берді. Яғни клиент жаңа тауарды алғаш рет көрген сәтте оны сатып алуға қатты құмартады. Бір сөзбен айтқанда, адамдар бір затты өзі қалағандықтан ғана сатып алмайды. Әдетте дұрыс жарнамалаған тауар тез өтеді. Мәселен, клиенттер көбіне төменде орналасқан тауарды емес, көз алдында тұрған тауарды
көбірек сатып алады. Сол себепті де қымбат брендтердің тауары дүкендегі ең көрнекі жерге қойылады. Өйткені олар сатушыға көбірек пайда түсіреді. Ал олардың арзандау көшірмесі әдетте алысырақ, адамның қолы жетпейтін жерде тұрады. Дәл осы принцип дүңгіршектердің дәлізге жақынырақ орналасқан сөрелеріне де қолданылады. Бұл сөрелер кез келген бөлшек сауда жүйесінде ақша табу машинасы деп аталады. Өйткені олардың жанын көп адамның әрлі-берлі өтетіні белгілі. Мысалы, Кока-коланың 45% қатарлардың шетінде тұрған сөрелерде сатылады. Тауар немесе қызмет сізге жақын тұрған сайын оны сатып алу мүмкіндігі де соншалықты жоғары болады. Адамдар Bud Light сырасын әрбір бардан табылатыны үшін ішсе, Starbucks кофеханасына кез келген бұрыштан кезіге кететін үшін кіреді. Біз жағдайды бақылауда ұстап жүрміз деп ойлаймыз. Әдетте газды сусын мен жай сусынның бірін таңдағанда өз қалауымызға сендік деп есептейміз. Шындығы сол, біздің әрбір әрекетімізге өз таңдауымыз емес, мейлінше жақын қызмет әсер етеді. Әрбір тіршілік иесі қоршаған ортаны өзінше қабылдайды, өзінше түйсінеді. Қырандар қашықтықтан жақсы көреді. Жыландар аса сезімтал тілмен ауа дәмін татып, иісті бірден сезеді. Акулалар суда білінер-білінбес діріл мен жақын маңдағы балықтардан тарайтын электр қуатын бірден сезеді. Тіпті бактериялардың хемоцептары айналадағы улы заттарды анықтайтын сенсорлы жасушалары бар. Адамдардың сыртқы әлемді қабылдауына сенсорлы жүйке жүйесі жауап береді. Біз ортаны көру, есту, иіс сезу, түйсіну және дәм сезу арқылы қабылдаймыз. Алайда стимул алудың басқа да жолдары бар. Олардың кейбірі саналы түрде жүзеге асады, енді бірі бейсаналы түрде орындалады. Мысалы, біз боран соғар алдында температураның төмендегені немесе асқазан ауырғанда ішек шаншитынын, тас жолмен жүргенде тепе-теңдік сақтау қиын екенін байқаймыз. Және рецепторлары қандағы мұз мөлшері немесе шөлдегенде су ішудің қажеттілігі сияқты ішкі стимулдарды көбірек сезеді. Дегенмен адамның сенсорлық қабілетін атқаратын ең маңызды мүше көз. Адам тәнінде 11 миллионға жуық рецептор бар. Олардың шамамен 10 миллионы көру қабілетіне жауап береді. Сарапшылар ми ресурсының жартысынан көбі көз қызметіне жұмсалады деп есептейді. Бұдан шығар қорытынды: біз көбіне басқа да сезу мүшелеріне қарағанда көзге көбірек бағынамыз. Сол себепті көзге көрінетін стимулдар іс-әрекетіміздің ең күшті катализаторы екеніне таң қалудың қажеті жоқ. Соған сәйкес, көз алдымыздағы болмашы өзгерістер іс-әрекетімізді айтарлықтай өзгертуі мүмкін. Адам үшін аса пайдалы стимулдарға толы қоршаған ортамен біте қайнасып өмір сүруде тиімсіз стимулдардан қашу да өте маңызды. Қуанышты жаңалық: өз ортаңыздың құрбаны болуға міндетті емессіз. Оның сәулетшісі болу сіздің қолыңыздан келеді. Табысқа жету үшін қоршаған ортаны қалай өзгертуге болады? Өткен ғасырдың 70-ші жылдары энергетика және мұнай дағдарысы кезінде голландиялық зерттеушілер елдегі энергия тұтыну мөлшеріне назар аудара бастайды. Олар Амстердам маңындағы бір қалашықта көрші орналасқан екі үйді салыстырып, солардың бірі электр қуатын 30%-ға үнемдейтінін байқаған. Зерттей келе электр қуатын үнемдеуге есептеу құрылғысы орнатылған жер әсер ететіні анықталды. Бір үйлерде мұндай құрылғы жертөледе болса, басқаларында дәлізде тұрған. Өзіңіз түсінгенде есептеу құрылғысы дәлізде орналасқан үйлер электр қуатын азырақ пайдаланған. Қанша электр қуаты кеткенін үнемі көріп жүрген тұрғындардың іс-әрекеті өзгерген. Әрбір әдетті стимул бастайды. Біз көрінетін стимулдарды бірінші байқауға бейімбіз. Өкінішке орай, біз өмір сүретін және жұмыс істейтін ортада бәрі көзге көрініп тұрмайды. Сол себепті қандай да бір әрекеттің тууына себепші стимулдар туа бермейді. Гитара шкафтың ішінде тұрса, оны үйренуге итермелейтін күш те болмайды. Кітап сөресі қонақ бөлменің төр жағында тұрса, кітап оқымай қоя салу оңайырақ. Дәрумендер көз алдыңызда тұрмаса, оларды іздеп жатқанша ішпей-ақ қойғаның жеңіл. Әдет қалыптастыратын стимулдар көз алдымызда
көрініп тұрмаса, біз оларға мән бермей жүре береміз. Көзге көрінетін стимулдарды ойлап табу арқылы біз назарды қажетті әдеттер қалыптастыруға бұрамыз. Өткен ғасырдың 90-шы жылдардың басында Амстердамдағы Схипхол әуежайының клининг қызметі әжетханадағы ер адамдар дәрет сындыратын ыдыс түбіне шыбынға ұқсас кішкентай стекер жабыстырып қояды. Ер адамдар әлгі стекерді шыбынға ұқсатып дәрет сындырған уақытта соны көздеуге тырысады. Кішкентай стекер адамдардың есепті жан-жаққа шашыратпай саналауды дәлелдеуіне ықпал еткен. Талдау барысында бұл стекер бір жылда тазалық шығындарын 8%-ға азайтқаны анықталады. Осындай стимулдардың әсерінен мен де сынап көрдім. Бұрын дүкеннен сатып алған алманы тоңазытқыштың төменгі жағындағы жеміс-жидек салатын контейнерге салып, оны сол күйі ұмытып кететінмін. Алма бар екен есіме түскенде ол шіріп үлгеретін. Алма мен көрмегендіктен желінбей қалады. Сөйтіп айналаны өзгертуді қолға алдым. Жеміс-жидек салатын үлкен ваза сатып алып, оны ас үйдегі үстелдің қақ ортасына қойдым. Алма сатып алған сайын оны вазаға саламын. Ол күнде көз алдымда тұрады. Бір қызығы, сол сәттен бастап мен күнде алма жейтін әдет шығардым. Өйткені ол үнемі көрініп тұрады. Әдет қалыптастыруға арналған стимулдарды тануға, қоршаған ортаны өзгертуге көмектесетін бірнеше әдіс ұсынамын. Күнде кешкісін дәрі ішуді ұмытып кете берсеңіз, оны жуынатын бөлмедегі қол жуғыштың жанына қойыңыз. Гитарада жиірек ойнағыңыз келсе, оны қонақ бөлменің төріне қойыңыз. Алғыс хат пен хатты жиі жолдауды әдетке айналдырғыңыз келсе, кеңсе тауарларын жазу үстелдерінің үстіне қойыңыз. Көбірек су ішуді әдетке айналдырғыңыз келсе, бірнеше бөтелкені суға толтырып, үйде өзіңіз жиі кіретін бөлменің көрінетін жеріне қойыңыз. Әдет өмірдің маңызды бөлшегіне айналсын десеңіз, стимул қоршаған ортаның маңызды бір бөлшегіне айналуы керек. Адам бойында ұзақ сақталатын әдеттердің стимулы да көп болады. Темекі шегетіндердің оны тартуға итермелейтін қаншама себебі бар екенін еске түсіріңіз. Көліктің рөліне отырғанда, досы темекі тартқанда, жұмыстан шаршаған уақытта деп кете береді. Дәл осы стратегияны жақсы әдет қалыптастыру үшін пайдалануға болады. Стимулдарды жан-жағыңызға шашып тастаңыз. Сонда сіз күні бойы әдетті қайта-қайта еске түсіріп отырасыз. Ең дұрыс таңдау байқампаз таңдау екеніне көз жеткізіңіз. Әдет қалыптастыруға итермелейтін стимулдар көз алдыңызда тұрса, дұрыс шешім қабылдау қашанда оңай әрі қалыпты жағдайға айналады. Қоршаған ортаны өзгерту бізді сыртқы әлеммен байланыс орнатуға итермелейтін қуатты күш. Өкінішке орай, біз ортаны өзгертуге талпынбаймыз. Көпшілігіміз басқалар ойлап тапқан әлемде өмір сүріп жүрміз. Бірақ біз өмір сүретін кеңістікті өзгертіп, жағымды стимулдардың әсерін арттырып, жағымсыз стимулдардың ықпалын азайта аламыз. Қоршаған ортаны өзгерту жағдайы бақылауда ұстауға, өз өміріміздің иесі болуға көмектеседі. Өз әлеміңізде тұтынушы емес, оның әміршісі болыңыз. Стимулдың толық мазмұны. Әдетке триггер болатын кейбір стимулдар бастапқыда дара көрінуі мүмкін. Бірақ уақыт өте оның толық мазмұны ашылып, әдеттердің бірі емес, бірнеше стимулы қатар жүргенін байқаймыз. Мәселен, адам ішімдікті жалғыз емес, бірнеше адаммен отырғанда көбірек ішеді. Триггерді бір ғана стимулмен сипаттауға келмейді. Ол қалыптасқан жағдайдың толық көрінісі болуы мүмкін. Адам достарын ішімдікке тапсырыс беріп жатқанын көреді. Бардағы музыканы естиді. Бөшкедегі сыраның құйылып жатқанын байқайды. Біз әдеттерді пайда болатын орындармен, үймен, кеңсемен, спорт залымен байланыстырамыз. Жұмыс үстеліндегі, ас үйдегі немесе жатын бөлмедегі заттармен белгілі бір байланыс орнатамыз. Іс-әрекетті айналадағы заттар емес, біздің оларға деген қарым-қатынасымыз анықтайды. Қоршаған ортаның іс-әрекетімізге қалай ықпал ететіні сол арқылы бағалай беруге болады. Сіз тұрған кеңістікпен байланыстың мазмұнын ашуға тырысып көріңіз. Біреулер диванды күнде кешкісін 1 сағат кітап оқитын орын деп қабылдайды. Тағы біреу оны жұмыстан кейін теледидар көріп жатып балмұздақ жейтін орын деп елестетеді.
Адамдардың есте сақтау қабілеттері де әртүрлі. Сол себепті бір орынға байланысты әртүрлі әдет қалыптастыру әбден мүмкін. Жақсы нәрсе емес пе? Белгілі бір әдет пен белгілі бір мазмұнның өзара байланысы туралы ойлап көріңізші. Ғалымдардың бір зерттеуін мысал ретінде қарастырайық. Ұйқысы қашқан адамдарға қатты шаршаған уақытта ғана төсекке жатуға кеңес беріледі. Ұйықтай алмағандар басқа бөлмеге барып, әбден ұйқысы қысқанша сонда отыруы керек болады. Уақыт өте келе адамдар жатын бөлмені тек қана ұйқымен байланыстыруды үйренеді. Содан кейін төсекке жатқан бойда бірден ұйықтауды әдетке айналдырады. Олардың миы ұйқыға дегеніміз телефонмен, интернеттен отыру, теледидар көру немесе қайта-қайта сағатқа қарау емес, жатын бөлмеде орындалатын жалғыз ғана әрекет екенін ұқты. Осы әдісті тағы бір маңызды стратегия үшін пайдалануға болады. Ол әдетті өзгерту үшін жаңа ортаны пайдалану. Ескі әдетке итермелеп тұратын триггерлер мен стимулдардан жаңа ортаның көмегімен құтылуға болады. Жаңа дәмхана, саябақтағы орындық немесе сирек кіретін бөлмедегі бұрыш. Осының бәрі жаңа іс-әрекет қалыптастыратын жаңа орта бола алады. Ескі стимулдар мен жаңа әдет бастағанша жаңа орын мен жаңа әдетті байланыстыру оңай. Күнде кешке ерте жатуға дағдылана алмау. Кешке теледидар көретін әдет. Бейне ойын тұрған бөлмеде сабақ оқи алмау. Осы қағидалардың ықпалынан арылғыңыз келсе, қоршаған орта аясын өзгертіп көріңіз. Сол кезде ескі ортамен байланған стимулдармен күресудің қажеті болмайды. Сөйтіп қиналмай жаңа әдет қалыптастыра аласыз. Ұшқыр ойға ерік бергіңіз келе ме? Олай болса үлкен бөлмеге, шатырдағы патиоға немесе сәулетті ғимаратқа көшіңіз. Үзіліс алып, күнде жұмыс істейтін кеңістікті ауыстырыңыз. Өйткені қазіргі кеңістігіңіз ескі әдеттерді еске түсіре береді. Дұрыс тамақтанғыңыз келе ме? Күнде баратын супермаркетте ненің қайда тұрғанын жақсы біліп алдыңыз. Ендеше бұл жолы басқа дүкенге барыңыз. Бұл жерде сізге денсаулыққа пайдалы тамақ сатып алу әлде қайда оңай болады. Кеңістікті өзгертетін мүмкіндік болмаса, күнделікті тұрған заттардың орнын ауыстырып, қайта жасақтаңыз. Жұмыс істеуге, сабақ оқуға, спортпен шұғылдануға, ойын ойнауға және тамақ әзірлеуге арналған бұрыш жасаңыз. Бір кеңістік, бір міндет деген ұранды ұстаныңыз. Оның пайдасы тиеді. Кәсіпкерлікпен енді айналыса бастаған уақытта залдағы диванда немесе ас үйдегі үстелде жұмыс істедім. Кешке қарай жұмысты доғару қиынға соғатын. Өйткені жұмыстың аяқталу уақыты мен жеке өмірдің басталар тұсы нақты анықталмаған еді. Ас үйдегі үстел тамақ ішетін жер ме, әлде кеңсе ме? Диван демалатын орын ба, әлде электрондық хаттарға жауап беретін орын ба? Түсініксіз, өйткені бәрі бір жерде істеледі. Бірнеше жылдан соң мен жұмыс бөлмесі бар жаңа үйге көшіп бардым. Содан бастап кенеттен жұмыс осы бөлмеде жасалатын, ал жеке шаруалар бұл бөлмеден тыс орындалатын процеске айналды. Жұмысты доғару оңай болды, өйткені жеке өмір мен жұмыс арасы бөлінді. Әр бөлменің атқаратын қызметі бөлек. Ас үй тамақ әзірлейтін жер, кеңсе жұмыс істейтін орын. Бір әдетті мазмұнына екінші әдетті қосарлаудан мейлінше арылуға тырысыңыз. Мазмұн ортақ болса, әдетте автоматты түрде араласып кетеді. Соның салдарынан ең оңай әдет қана қалып, соған ілесіп кетесіз. Заманауи технологиялар икемді болғанымен, оның осал тұсы да бар. Мәселен, сіз ұялы телефонды түрлі мақсатқа пайдаланасыз. Қазіргі заманда оған теңесер құрылғы жоқ. Алайда сіз телефон көмегіне жүгінуді үйреніп қалдыңыз. Сол себепті оны бір ғана іс-әрекетпен байланыстыру қиын. Телефонды пайдаға жаратқыңыз келеді. Әлеуметтік желілерді аралайсыз. Жеке поштаңызды тексересіз. Оны ұстаған сайын бейне ойын ойнағыңыз келіп тұрады. Бір сөзбен айтқанда, мұнда стимулдар араласып кетті. Сен мені түсінбейсің. Мен Нью-Йоркте тұрамын. Пәтерім аядай ғана. Бүкіл жұмысты бір бөлмеде отырып жасауға мәжбүрмін. Әр бөлмем бірнеше орын рөлін атқарады дейтін шығарсыз. Әрине, сыныңыз орынды. Кеңістігіңіз шектеулі болса, бөлмеңізде кітап оқитын кресло, хат жазатын үстел, тамақ ішетін үстел деп бірнеше аймаққа бөліп тастаңыз.
цифрлы кеңістікке де осы әдісті қолдануға болады. Мен бір жазушыны білемін. Ол компьютерді жазу үшін ғана қолданады, ал планшетті кітап оқуға, телефонын әлеуметтік желілер тексеріп, хат алмасуға пайдаланады. Әрбір әдеттің өз үйі болуы керек. Осы стратегияны ұстана білсеңіз, әрбір әдеттің белгілі бір мазмұны қалады. Әдеттер таныс ортада жақсы дамиды. Жұмыс үстеліне отырған бетте таныс әрекеттерге автоматты түрде кіресіз. Сол әдеттерге арналған кеңістікте емін-еркін жұмыс істей аласыз. Мысалы, жатын бөлмеңізді ұйықтауға ғана арналған кеңістік деп белгілесеңіз, ұйқы тез келеді. Тұрақты әрі жаттанды әдет қалыптастыру үшін тұрақты таныс орта қажет. Тұрақты орта дегеніміз барлық зат орнында тұратын, әрбір бөлшектің өз мақсаты бар, жаңа әдет қалыптастыруға ғана арналған кеңістік. Қабылдау мазмұндағы болмашы өзгерістер. Уақыт өте келе іс-әрекетті түбегейлі өзгерте алады. Кез келген әдет стимулдан туындайды. Біз көбіне көзге көрініп тұратын стимулдарды байқауға бейімбіз. Жақсы әдеттерге арналған стимулдарды күнде көретін жерге қойыңыз. Бірте-бірте әдеттерді стимулға ғана емес, бірнеше әрекеттің ортақ мазмұны тудырады. Қабылдау мазмұны стимулға айналады. Жаңа әдетті жаңа ортада қалыптастырған оңайырақ. Өйткені жаңа ортада ескі стимулдармен күреспейсіз. Өзін-өзі бақылау құпиясы. 1971 жылы Вьетнамдағы соғыстың 16 жылында америкалық екі конгрессмен Роберт Стил мен Морган Мерфи Америка қоғамы үшін аса маңызды жаңалықты хабарлады. Әскери бөлімдерді аралап шыққан олар Вьетнамдағы америкалық сарбаздардың 15% героинге тәуелді екенін анықтайды. Зерттеулер көрсеткендей, Вьетнамдағы америкалық контингенттің 35% героин дәмі бар, бір рет болса да татып көрген. Америкалық сарбаздардың 20% есірткіге тәуелді болған, яғни проблема одан да күрделі екені мәлім болды. Бұл жаңалық Вашингтонды тік тұрғызып, президент Ричард Никсон есірткі зиянын ескерту жөнінде комитет құруға тапсырма берді. Комитет мақсаты нашақорлықтың алдын алу, есірткіге тәуелді сарбаздарды емдеу, елге оралған соң олардың жағдайы бақылауда ұстау. Ли Робинс, комитеттегі зерттеушілердің бірі, тексеру нәтижесі сол кезде есірткі туралы түсініктің астан-кестенін шығарды. Ли Робинс есірткіге тәуелді сарбаздардың 5% ғана 16 орталығынан шыққан, алғашқы бір жылда ескі әдетін қайта бастаған аңғарған. Орталықта емделген сарбаздардың 12% ем қабылдаған, 3 жылда есірткіні қайта бастаған. Бір сөзбен айтқанда, Вьетнамнан қайтқан 10 сарбаздың 9-ы есірткіге тәуелділіктен толық арылған. Бұл жаңалық сол замандағы нарколог ғалымдардың түсінігіне қайшы келді. Өйткені олар адам өмірі бойы есірткіге тәуелділіктен арыла алмайды деп есептеген. Алайда мұндай түсініктің тас-талқанын шығарған жайтты Робинс бүге-шүгесіне дейін зерттеп, адам ортаны өзгерткен соң тәуелділіктен толық арыла алатынын анықтайды. Вьетнамда сарбаздар героин қолдануға итермелейтін стимулдар ортасында болды. Есірткі табу оңай еді, ал өздері күні-түні соғыс үрейінде өмір сүрді. Олар есірткі қолданатын өздері секілді үйден мыңдаған шақырым жырақта жүрген сарбаздармен бірге тұрды. Дегенмен олар ақш-қа оралған соң есірткіге итермелейтін стимулдардан ада ортаға тап болады. Ортаны қабылдау мазмұны өзгерген соң оларды әдетте басқаша реңк ала бастады. Дәл осы жайтты кәдімгі нашақорлардың жағдайымен салыстырып көріңіз. Ол үйінде немесе достарының ортасында есірткі қолданады. Одан соң клиникаға түсіп, ем қабылдайды, ағзасы тазарады. Бұл кезде ол есірткі қолдану әдетіне түрткі болған стимулдардың жырақта болады. Алайда ауруханадан шыққан соң есірткіге итермелейтін бұрынғы ортаға, бұрынғы стимулдарға қайта оралады. Вьетнамдағы сарбаздардың жағдайына қарама-қайшы мысалдардың жиі болуы таңғаларлық жайт емес. Әдетте героинге тәуелді нашақорлардың 90% сауықтыру орталығынан шығып, қайтадан ескі әдетіне басады. Вьетнам зерттеулері біздің жаман әдетке қатысты қатып қалған көзқарасымызға қайшы болды. Теріс әрекеттің бәрі адамның моральдық тұрғысында
осал болуына туындайды деген түсінікке күмәнмен қарауға тура келді. Артық салмақтан зардап шегетін, темекі тартатын, есірткіге тәуелді адамдарға қарап өз әрекетін бақылай алмайтын, тіпті жаман адам санатына қосып қоямыз. Мұндай проблемалардың бәрін темірдей тәртіп шешеді деген түсінік санамызға сіңіп кеткен. Алайда жоғарыдағы зерттеу жұмыстар нәтижесі біздің бұл түсінігімізді жоққа шығарғанын өзіңіз көрдіңіз. Ғалымдар өмір бойы әрбір қадамын ойланып басатын адамдардың іс-әрекетіне талдау жасау барысында олардың жаман әдетпен күресіп жүрген жандардан еш айырмасы жоқ екенін анықтады. Тәртіптілер өз өмірін реттеу әдістерін жақсы меңгерген. Ол үшін үлкен ерік-жігер мен қатаң бақылау қажет емес. Бір сөзбен айтқанда, түрлі жағдайдан шығу үшін аса көп уақыт жұмсамайды. Өзін-өзі бақылау қабілеті жоғары адамдар әдетте бұл әдіске көп жүгінбейді. Сондықтан оларға шыдамдылық таныту, жағдайды бақылауда ұстау оңайға соғады. Табандылық, батыл мінез және ерік-жігер табысқа жету үшін маңызды болғанымен, бұл қасиеттерді дамыту үшін аса тәртіпті болу қажет емес. Адам ең алдымен өз айналасында тәртіпті орта қалыптастыру білуі керек. Әдет қалыптастыру барысында мида қандай өзгерістер болатыны түсінетін дәрежеге жеткен сәтте бұл идеяның қисынға келетінін мойындайсыз. Мида жатталып қалған әдет қолайлы сәтті пайдаланып кетуге әзер тұрады. Техас штатының Остин қаласындағы дәрігер Петте Олвелл досымен бірге атпен серуендеуге, темекі тартуды үйренген. Кейін темекіні тастап, ұзақ жол бойы темекі тартпаған. Өйткені ол бұл уақытта атқа мінбеген. 10 шақты жыл өткенде қайтадан атқа мінеді. Сол сәтте Олвелл ұзақ жылдан бері алғаш рет қатты темекі тартқысы келіп тұрғанын байқайды. Демек, стимулдар әлі жұмыс істеп тұр. Тек ұзақ уақыт бойы тасаланған. Қандай да бір әдет миға әбден орнықса, оған сәйкес стимулдар ол әдеттің қайталануын ықпал етеді. Мінез-құлықты өзгерту техникасының осындай жағымсыз салдары болуы мүмкін деуіміздің бір себебі осы. Артық салмағы бар адамды ұялтып, оған арықтау туралы ақыл-кеңес айта берсеңіз, ол одан бетер күйзеліп, оны жеңудің жеңіл жолы тойып тамақ жеу әдетіне қайта басады. Темекі тартатын адамға қарайып кеткен өкпенің суретін көрсетсеңіз, оның бойын үрей билейді. Ол үрейді ұмыту үшін қайтадан темекіге жүгіреді. Стимулдарға бей-берекет қарасаңыз, құтылғыңыз келетін жаман әдетті одан бетер асқындырып алуыңыз мүмкін. Жаман әдеттер аутокатализ процесіне жатады. Олар өзін-өзі қыздырады. Мұндай әдеттер адамның басып жаншығысы келетін сезімдерін күшейтеді. Мәселен, сіз өзіңізді нашар сезінесіз. Сол үшін фастфуд жей бастайсыз. Оны жеген соң жағдайыңыз одан да бетер нашарлайды. Теледидар көргенде ұйқыңыз келеді. Сол үшін оны көбірек қарайсыз. Өйткені басқа іспен айналысуға күш-қуатыңыз жетпейді. Денсаулығыңызға алаңдай бастаған кезде уайымға салынасыз. Уайымнан арылу үшін темекі тартқыңыз келеді. Ал темекі денсаулығыңызға одан бетер зақым келтіреді. Соның салдарынан уайымыңыз ұлғая түседі. Бұл құдыр жолына түскен, басқарусыз қалған жаман әдеттер пойызына ұқсайды. Ғалымдар бұл феноменді стимулдың әсерімен оянған қалау деп айтады. Сыртқы триггер сізді жаман әдетті тағы да қайталауға итермелейді. Бірдеңені көріп қалсаңыз, соны қалап тұрасыз. Бұл процесс үздіксіз жүре береді. Кейде оны өзімізде байқамаймыз. Ғалымдар есірткіге тәуелді адамға кокаинді 30 күн миллисекундқа ғана көрсетсе, оның миында марапат, аңсаған стимул бірден оянып, есірткіге құмарлығы арта түсетінін дәлелдеген. Өте аз уақыт. Бұл аралықты ми көрген санасына тіркеп үлгермейді. Есірткіге тәуелділер не көргенін анықтап айтып бере алмайды. Соған қарамастан олардың бәрі есірткі қолданғысы келіп кетеді. Мәселе қайда жатыр? Сіз әдеттен арылуыңыз мүмкін, алайда оны ұмыта алмайсыз. Әдетке тән ой-паттерндері санада сақталып қалса, бірнеше уақыт қолданбағаныңызға қарамастан, оларды санадан өшіріп тастау мүмкін емес. Жай ғана жаман әдетті жеңуге тырысудан нәтиже шыға бермейді. Күрделі әрі қайшылыққа толы ортада
өмірді философиялық көзқараспен қабылдау өте қиын. Ол үшін үлкен күш-қуат жұмсау керек. Аз уақыт жаман әдетке қарсы тұру стратегиясын ұстануға болатын шығар. Дегенмен ұзақ уақыт тұрғысынан алғанда, біз міндетті түрде өзіміз өмір сүретін ортаның өніміне айналамыз. Ашығын айтсам, өз басым осы жасқа келгенше жағымсыз ортада өмір сүріп, бойында жақсы әдеттерді сақтап қалған бірде-бір адамды кезіктірген емеспін. Ең дұрысы жаман әдеттің шығу нүктесін алыстамай тұрып тамырына балта шабу. Жаман әдеттен арылудың кең тараған дәрістерінің бірі оны қоздыратын стимулдардың әсерін бәсеңдету. Жұмысыңызды аяқтай алмай қойсаңыз, телефоныңызды бірнеше сағатқа басқа бөлмеге апарып тастаңыз. Ұдайы жаныңызға бірдеңе жетіспейтіндей көрінсе, әлеуметтік желідегі басқа адамдардың суретін қарауды доғарыңыз. Ол қызғаныш пен көреалмаушылықты оятады. Көп уақытыңыз теледидар көрумен өтетін болса, теледидарды жатын бөлмеден шығарып тастаңыз. Гаджеттерге көп ақша жұмсайтын болсаңыз, соңғы шыққан техникалық өнімдер туралы жаңалық оқуды доғарыңыз. Көп уақытыңызды бейне ойын ойнаумен өткізетін болсаңыз, ойыннан кейін тіркемесін жинап шкафқа салып тастаңыз. Бұл тәжірибе мінез-құлықты өзгертудің бірінші ережесінің кері баламасына ұқсайды. Байқампаздық жақсы қасиет, бірақ кейбір әрекеттер байқалмай жасала береді. Болмашы өзгерістердің қаншалықты үлкен нәтиже беретінін көрген сайын бұл ілімге қатты қызығамын. Бір ғана стимулды алып тастасаңыз, әдеттер сонымен бірге жоғалады. Өзін-өзі бақылау, ұзақ уақытқа арналмаған, қысқа мерзімді стратегия. Жаман әдетке бір немесе екі рет қарсы шығарсыз. Дегенмен ішкі қалауды өшіру үшін ерік-жігер барлық уақытта жете бермейді. Оған жұмсаған күш-қуатыңызды сыртқы ортаны өз қалауымен ұйымдастыруға арнаңыз. Өзін-өзі бақылаудың құпиясы да осы. Жақсы әдеттерге айналған стимулдарды назарға алып, жаман әдеттерге итермелейтін стимулдарды жасырып қойыңыз. Мінез-құлықты өзгертудің бірінші ережесінің кері баламасы мынандай: мұны көрінбейтін жерге жасырыңыз. Әдет қалыптасқан соң оны ұмыту мүмкін емес. Өзін-өзі бақылау қабілеті жоғары адамдар қиындықтан шығуға көп күш сарп етпейді. Жаман әдетке қарсы тұрғанша ол ортадан кеткен оңай. Жаман әдеттен арылудың кең тараған әдістерінің бірі оны қоздыратын стимулдардың әсерін бәсеңдету. Өзін-өзі бақылау ұзаққа бармайтын қысқа мерзімді стратегия. Әдеттерді қалай ұнатуға болады? 1940 жылдары Нидерланд ғалымы Нико Тинберген адамдар мотивацияны қайдан алатынын анықтауға арналған тәжірибе жасайды. Оның бұл зерттеуі ғалымдардың мотивацияға қатысты түсінігін түбегейлі өзгертті. Бұл жұмысы үшін Нобель сыйлығын алған Тинберген солтүстік Американың теңіз жағалауында кездесетін күміс шағала, ақ және сұр түсті құстарға тәжірибе жасайды. Күміс түсті ересек шағаланың тұмсығында кішкене ғана қызыл ноқат бар. Тинберген жұмыртқаны жарып шыққан балапандар тамақ жегісі келген уақытта осы ноқатты тұмсығымен шоқи бастағанын байқайды. Тәжірибе алдында ол картон қағаздан жасанды тұмсықтар жасайды. Ата-аналар ұшып кеткен уақытта ол ұяға барып, балапандарға кішкентай тұмсықтарды ұсынады. Ғалым тұмсықтар жасанды екенін бірден байқайтын балапандар одан бас тартатын шығар деп ойлаған. Алайда шағаланың балалары картон тұмсықты қызыл ноқатты көре салысымен оны анасының тұмсығы деп ойлап шоқи бастайды. Олар туғаннан генетикалық тұрғыдан нұсқау алғандай қызыл ноқаттан басқа ештеңе назар аудармайды. Көп ұзамай Тинберген балапандар қызыл ноқаттың үлкен, тезірек шоқитынын байқайды. Бірақ бір күні ғалым 3 үлкен қызыл ноқаты бар тұмсық жасайды. Оны ұяға апарған кезде балапандар қуанғаннан шиқылдап қоя береді. Өмірлерінде көрген ең үлкен қызыл ноқат осы болғандай, оны таласа шоқи береді. Тинберген мен оның әріптестері мұндай әрекетті басқа да жануарлардың бойынан байқайды. Мәселен, сұр қаз, жерді ұя салатын құс. Ара-тұра анасы қозғалған уақытта жұмыртқалардың бірі ұяға сыймай сыртқа шығып қалады. Оны көрген аналық қаз тұмсығы мен мойнын қозғай отырып, оны қайтадан ұяға әкеліп салады.
тимберген ана қаздың жақын маңдағы домалақ заттың бәрін бильярд шары жарықшам болсын жұмыртқамен шатастырып ұяға қарай домалата жөнелгенін байқайды. Нысан үлкен болған сайын аналық қаз көбірек күш жұмсайды. Бір аналық қаз волейбол добын ұясына апарып үстіне отыру үшін әбден тыраштанады. Қызыл ноқатты автоматты түрде шоқи бастайтын шағалалар сияқты сұр қаз да түйсігіндегі ережеге сүйенеді. Жақын маңнан домалақ зат көрсең, оны ұяма кері қайтаруың керек. Домалақ зат қаншалықты көп болса, мен оны соншалықты ұяға тасимын деп ойлайды ол. Құдды әрбір құстың миына белгілі бір іс-әрекет ережесі алдын ала қызықтай қағылған сыңайлы. Олар сол ереженің қалыптан тыс ұлғайған нұсқасына кезіккен кезде көздері жанып қуанып кетеді. Ғалымдар мұны мөлшерден тыс стимулдардың тым асыра сілтенген дабылы деп айтады. Мөлшерден тыс стимул қызыл ноқаттың суреті бар тұмсықтар немесе волейбол добының көлеміндей жұмыртқа сияқты шындықтың жасанған нұсқасы, және ол әдеттегіден күшті реакция тудырады. Адамдар бұл шындықтың әсеріне нұсқасына берілуге бейім тұрады. Мәселен, зиянды тамақ марапат жүйесін ерекше күшейтіп жібереді. Жүздеген жылдар бойы жабайы табиғатпен етене өмір сүріп, аң аулап өмір сүрген адам миы тұзға, қантқа және майға ерекше мән бере отырып, эволюциялық даму жолына түскен. Адамзат жапан түзді кезіп өмір сүрген заманда мұндай азық-түлік аса нәрлі, аса таптырмас тамақ деп саналған. Тамақ табу қиын болса, алдына тұрған асқа тойып алу тірі қалудың таптырмас стратегиясына айналады. Бірақ біз қазір калорияға бай ортада өмір сүреміз, тамақ мол. Дегенмен миға соның өзі аз көрініп, қомағайлығын қоймайды. Тұз, май және қант сияқты аса құнды тағамдар қазір денсаулыққа өте зиян. Алайда санамызда тірі қалуға ұмтылу сақталып қалған. Өйткені мидың ләззат алу орталықтары шамамен 50 мың жыл бұрын өзгерген. Заманауи азық-түлік өндірісі адамзаттың палеолиттік түйсігі өзінің эволюциялық шегінен шығып кеткен деген қорытындыға келген. Азық-түлік туралы ғылымның негізгі мақсаты тұтынушылар ұнататын тағам түрлерін ойлап табу. Қағазға оралған, қорапқа немесе құтыға салынған әрбір тағам қандай да бір жолмен қосымша дәмдеуіштердің көмегімен жақсартылған. Компаниялар картоп чипстері мейлінше қытырлақ болуы немесе газды су көпіршігін көбейту үшін жыл сайын миллиондаған доллар жұмсайды. Бүтін бір департамент тамақ дәмі ұзақ сақталу үшін еңбектеніп жатыр. Сапаны анықтаудың бұл саласын сенсация деп аталады. Мәселен, фри картобы сарғыш қоңыр, сырты қытырлақ, ал іші ашық түсті әрі жұмсақ болғанын қалаймыз. Азық-түліктің өңделген өзге де түрлері тұтынушыларды еріксіз өзіне тартады. Мәселен, мұндай өнімдер қытырлақ немесе кілегей жағылған болуы мүмкін. Пиццаның қытырлақ қабатының үстіне ертілген ірімшік немесе аппақ тәтті қабаты бар. Орео печеньесін көзіңізге елестетіп көріңіз. Таза табиғи өңделмеген тағамдарды жеген уақытта одан алған әсеріңіз сізге аса қызық болмайды. Мысалы, шамамен 17 рет жеп көрген 40 қабат дәмін есіңізге түсіріп көріңіз. Бірнеше минуттан соң мидың оған қызығушылығы бәсеңдеп, аз уақытта тойып қалғандай күй кешесіз. Ал әсері күшейтіліп, өңделген тамақтарды жеген сайын оның дәмі тамсандырып, тағы да жей бергіңіз келеді. Азық-түлік өндірісіндегі ғалымдар мен мамандар осындай стратегиялардың көмегімен әрбір өнімнің тұтынушыға рахат сыйлайтын нүктесін табуға тырысады. Яғни тұз, қант және май арқылы адам миының тәбетін қоздырып, өнімнің өнімділігін арттырады. Соның нәтижесінде адамдар мұндай тамақты мөлшерден тыс жейді. Өйткені ерекше дәм сыйлайтын тағамдар адам миы үшін ерекше дәмді тамақ болып көрінеді. Тамақ жеу мәдениеті және семіздік проблемаларымен айналысып жүрген нейробиолог ғалым Стефан Гивеней айтпақшы, біз қалауымызды жүзеге асыратын тетіктерде басуды шеберіміз. Заманауи азық-түлік өндірісі нәтижесінде қалыптасқан тойып тамақ жеу әдеті мінез-құлықты өзгертудің екінші ережесіне қатысты көп мысалдардың бірі ғана. Мүмкіндік ұнамады болған сайын оның әдетке айналу ықтималдылығы жоғары болады. Айналаңызға қараңыз.
қоғам шынайы өмірдің жоғарғы технологиялық нұсқауларына толы. ежелгі дәуірлердегі көріністерден әлдеқайда әдемі. Киім сататын дүкендер өнімін бөксесі мен омырауы тартымды манекендерге іледі. Әлеуметтік желілер санаулы минут ішінде жүздеген лайк пен жағымды пікір жинап береді. Мұндай мақтауларды жұмыста немесе үйде есту мүмкін емес. Онлайн порно шынайы өмірде сирек кездесетін құмарлықты оятады. Жарнамаларда бетіне кәсіби макияж жағылған, фотошоп арқылы өңделген модельдердің жарық суреттерін ұсынады. Мұның бәрі біз үшін мөлшерден тыс стимулдар. Олар тауарлардың бізге ерекше ұнамды қырын әсерлеп көрсетеді. Соның нәтижесінде тұтынушы жоспарсыз көп сауда жасайды. Порно қарайды, әлеуметтік желіге, тамаққа және өзге де дүниелерге тәуелді болады. Тарихқа сүйенер болсақ, болашақта мүмкіндігі қазірден әлдеқайда ұнамды көрінеді. Марапаттар көбейіп, стимулдар ұнамды бола түседі. Мысалы, зиянды тамақ пен табиғи өнімді салыстырсақ, біріншісінің калориясы көп формаға жатқызамыз. Арақтың сыраға қарағанда алкоголі көп. Бейне ойындар үстел ойындарына қарағанда қызығырақ. Әлбетте, табиғи әдеттерден гөрі ләззат сыйлайтын мұндай әдеттерге қарсы тұру өте қиын. Біздің миымыз бұрын мұндай еліктіргіш дүниелерді кезіктірмеген. Қандай да бір әдетті бойға тезірек сіңіргіңіз келсе, оны алдымен ұнамды етіп көрсету керек. Екінші ереже туралы айтылған әңгімелердің мақсаты әдеттерге көз татарлық форма беруді үйрету. Әлбетте, олардың бәрін керемет стимулға айналдыру қолдан келмес. Бірақ кез келген әдетті мейлінше ұнамды етуге болады. Ол үшін қалау деген не, және ол қалай жұмыс істейді деген сұраққа жауап берейік. Бұны біз дофамин бөлу деп аталатын биологиялық сигнатураны зерттеуден бастаймыз. Дофаминге тәуелді кері байланыс. Ғалымдар қалау оянатын сәтті дофамин деп аталатын нейромедиаторды өлшеу арқылы анықтайды. 1954 жылы нейробиологтер Джеймс Олдс пен Питер Милнер адам қалауына қатысты тәжірибе жасап, оларға түрткі болатын неврологиялық процестерді анықтады. Осы зерттеуден соң дофаминнің маңызды екені мәлім болды. Ғалымдар егеуқұйрықтың миына электрод орналастырып, дофамин бөлінісін тежеп қойды. Содан кейін егеуқұйрықтың өмір сүруге деген құлшынысы жоғалды. Тамақ жегісі келмеді, көбейгісі келмеді, ештеңеге зауқы соқпады. Бірнеше күннен соң кеміргіштер шөлден қырылды. Тағы бір ғалымдар өз зерттеулерінде мидың дофамин шығаратын бөлігінің жұмысын бәсеңдетіп көрген. Бірақ бұл жолы әбден қалжыраған егеуқұйрықтың аузына бір тамшы қант сұйықтығын тамызған. Таңдайға тәтті дәм тиген бетте егеуқұйрық кішкентай тұмсығын жыбырлатып көңілі көтеріліп шыға келген. Дофамин бөлінісінің тежелгендігіне қарамастан, оған қанттың дәмі бұрынғыдай ұнаған, бірақ оны жеуге аса құмартпайды. Яғни ләззат алу қабілеті сақталғанымен, дофаминсіз қалау оянбаған. Қалау жоқ жерде әрекет те жоқ. Енді бір зерттеушілер осы процесті керісінше жасап көрді. Олар мидың нығайтушы жүйесін дофаминге толтырады. Кеміргіштер осы кезде әдеттен көз ілеспес жылдамдықпен қайталайды. Келесі бір зерттеу барысында тышқандарға тұмсығын қорапқа сұққан сайын аса көп мөлшерде дофамин беріледі. Бірнеше минуттың ішінде олар одан сайын ынтығып, тұмсығын қорапқа 800 есе жиі сұғуға бастайды. Адамдардың бұлардан айырмасы жоқ. Ойын автоматын жақсы көретін адам сағатына 600 рет автомат тұтқасын тартады. Әдеттер дофаминге тәуелді кері байланыс. Әдет қалыптастыруға сәл де болса үлес қосатын кез келген әрекет, есірткі қолдану, зиянды тамақ жеу, бейне ойын ойнау, әлеуметтік желіге тәуелділік, осының бәрі ағзадағы дофаминнің жоғары болуының әсері. Адамның тамақ жеу, су ішу, жыныстық қатынаспен айналысу, қарым-қатынас жасауға тырысу сияқты негізгі үйреншікті әдеттері туралы да осылай деуге болады. Жылдар бойы ғалымдар дофамин тек қана рақат сезімін сыйлайды деп есептеп келген. Ал енді біз оны мотивация, білім алумен, есте сақтау, жазалау, жиіркену, сонымен бірге өз еркімен әрекет ету сияқты көптеген неврологиялық процестерде маңызды рөл атқаратынын білдік. Әдеттерді алар болсақ, мынандай қорытынды шығаруға болады. Дофамин сіз рақаттың сезіміне бөленген,
уақытта ғана емес, оны тағатсыздана күткен сәтте де бөлінеді. Құмар ойындарға тәуелді адам ағзасы ойында жеңіп шыққаннан кейін емес, ұтыс қояр алдында міндетті түрде дофамин бөледі. Кокаинге тәуелді нашақор ұнтақты қабылдаған соң емес, оны көрген сәтте дофамин алады. Қандай да бір мүмкіндік сізге рахат сезімін сыйлайды деп ойлаған сайын дофамин мөлшері бірден артады. Ал дофамин көбейген сайын бізде мотивация пайда болады. Марапатқа жету сәтті емес, оны тағатсыздана күту сәтті, бізді әрекет етуге итермелейді. Бір қызығы, марапатқа жеткен уақытта мида іске қосылатын жүйе мен марапатты күткен уақытта іске қосылатын жүйе бірдей. Нәтижеге жеткеннен гөрі нәтижені күту адамға көбірек ләззат сезімін сыйлайды деген тұжырымның өзегі де осы. Бала күнімізде жаңа жылдағы сыйлықтар қорабын ашуда емес, жаңа таңның атқанын асыға күтетінбіз. Есейген соң алдағы демалысты армандау, демалысқа шыққаннан әлдеқайда жағымды сезімдер сыйлайды. Ғалымдар мұны жан қалауы және рақат сезіміне бөленудің арасындағы айырмашылық деп атайды. Әуелі стимул анықталады, одан соң қалауымыздың артқанына қарай дофамин деңгейі де көтеріледі. Содан кейін реакция туады. Бірақ марапат сіз күткен уақытта жете қоймаса, дофамин деңгейі төмендей бастайды. Марапат күткен уақыттан сәл кешігіп жетсе, сол сәтте ағзаңыз қайтадан дофамин шығарады. Ми сізге «қара, менің айтқаным дұрыс болып шықты, осы әрекетті келесі жолда қайталауды ұмытпа» дегендей болады. Адам миында қол жеткізген дүниені жақсы көру сезімінен гөрі марапатқа ұмтылу сезім күшейтетін нейрондық байланыстар көбірек. Қалаудың ірі орталықтары: ми бағанасы, іргелес ядро, ми қауашағының вентрал аймағы, түпкі мидың жолақ денелері, бездер және префронталды қабықша. Осылардың бәріне нейрондық байланыстар бар. Мидың ұнату орталықтары одан әлде қайда аз. Оларды әдетте гедонизмнің шиеленіс нүктесі, яғни мидың ләззат алу орталықтары деп атайды. Олар мидың әртүрлі шағын бөліктеріне орналасқан. Мәселен, зерттеушілер адам қалауы оянған сәтте іргелес ядроның 100% іске қосылатынын анықтаған. Ал марапатқа қол жеткізіп, рақат сезіміне бөленген уақытта оның тек 10% ғана белсенді жұмыс істейді. Мидың қалау, ынтығу, құмарту сияқты сезімдерге жауап беретін аймақтар көп екенін біліп, осы процестердің адам өмірі үшін маңызды екенін аңғаруға болады. Қалау – іс-әрекетке итермелеуші күш. Біз алда күтіп тұрған жақсылықтан дәмеленіп әрекет етеміз. Мұндай қалау реакция туғызады. Мінез-құлықты өзгертудің екінші заңының маңызы осы мысалдардан түсінеміз. Біз әдеттерді ұнатуымыз керек. Өйткені жақсылық күту, жақсы тәжірибе алуға құлшыну бізді әрекет етуге итермелейді. Енді пайдалы әрі жағымды әрекет стратегиясын түсіндіруге тырысайық. Пайдалы әрі жағымды болсын десеңіз, немесе әдеттерді ұнамды ету жолдары. Дублин қаласында тұратын Ирландия студент электротехник Ронан Бирн Netflix қарағанды жақсы көреді. Дегенмен ол кино көргеннен гөрі спортпен жиі шұғылдану керектігін түсінеді. Бір күні Берн өзінің инженерлік тапқырлығына сүйеніп, велотренажерін ноутбук пен теледидарға жалғайды. Одан соң жігіт велосипедпен белгілі бір жылдамдыққа жеткен кезде ғана Netflix қосылатындай компьютерлік бағдарлама ойлап табады. Жылдамдық азайғанда ол көріп отырған шоу тоқтап қалады да педальды қайта айналдырғанда қайта қосылады. Оның жанкүйерлерінің бірі айтуынша, осындай әдіспен Netflix-тен қаралған бір ғана фильм студентке әжептәуір салмақ тастауға көмектескен. Студенттердің пайдалы әрі жағымды әрекеті оның жаттығумен айналысу әдетін ұнамды етті. Көңіл қалаған іс пен жасалуы тиіс істі бір-біріне байланыстыру арқылы да жақсы әдет қалыптастыруға болады. Біз мысал ретінде келтірген Берн тәжірибесінен Netflix көру әдеті, жан қалаған әрекет мен веложүргенерде жаттығу әдеті жасалуы тиіс әрекет оңай үйлескенін көреміз. Пайда мен ұнамды біріктіруді компаниялар жақсы біледі. Мәселен, Эбис брендімен танымал америкалық телерадиокомпания 2014-2015 жылдары
әр бейсенбі кешінде ұсынатын телевизиялық бағдарламасын пайдалы әрі жағымды принципіне сүйене отырып дайындады. Әр бейсенбі сайын телеарна Шонда Раймстың «Құмарлық анатомиясы», «Жанжал» және «Кісі өлтіріп жазадан қалай құтылуға болады» атты 3 сериалды эфирге шығарады. Олар мұны EBS'дегі «Джи-джит» деп атайды. Бейсенбіге жеткенімізге шүкір деген мағынаны білдіреді. Шоуды көпшілікке ұсынған EBS көрермендерге попкорн мен қызыл шарап алып, кеш рақатына бөленуге кеңес береді. EBS телеарнасы жоспарлау бөлімінің жетекшісі Эндрю Кубиц компанияның бұл идеясын былай деп сипаттайды: мақсат көрермендерге, әйелдер мен ерлерге әр бейсенбі сайын күй мен тірліктен демалып, попкорн жеп, қызыл шарап ішіп, көңіл көтеріп, тынығуға мүмкіндік беру. Бұл стратегияның ерекшелігі EBS көрермендермен керегін алып, шоуды сату, көрермен қалауын орындауға, тынығу, шарап ішу және попкорн жеу тырысты, яғни пайда мен ұнамды байланыстарды білдірді. Уақыт өте келе адамдар EBS телеарнасын қосқан уақытта демалу, көңіл көтеру керектігін еске түсірді. Өйткені оларда екі әрекетті байланыстырды, әдетке айналды. Аптаның әр бейсенбісінде кешкі сағат 8-де попкорн жеп, шарап іше берсеңіз, күндердің күнінде бейсенбідегі кешкі 8 сіз үшін демалыс пен көңіл көтеру уақыты дегенді ғана білдіретін болды. Марапат стимулмен астасып, теледидар көру әдетіңіз сізге одан сайын ұнай түседі. Әдет қалыптастыруға уақытқа жаныңыз қалайтын бір іспен айналыссаңыз, сол әрекетіңіз сіз үшін ұнамды бола түседі. Сіз танымал адамдардың өмір жайында соңғы жаңалықпен танысқыңыз келеді, бірақ спортпен шұғылданатын уақыт болып қалды. Олай болса, жаттығу залына барғанда реалити-шоу көріп, таблоидлер оқыңыз, педикюр жасатқыңыз келеді, бірақ пошта жәшігін тазалап қою керек. Ендеше шебер аяғыңызға педикюр жасауға кіріскенде, сіз мерзімі өтіп кеткен хаттарды өшіре бастаңыз. Жағымдыны пайдаланумен байланыстыру. Премик принципі деген терминмен белгілі психолог теорияны қолданудың бір тәсілі. Профессор Дэвид Премак еңбегінің құрметіне аталған бұл қағида жүзеге асу ықтималдылығы жоғары әрекет болмауы мүмкін, әрекетке жол ашады деген ережеге сүйенеді. Басқаша сөздермен түсіндірсек, сіз мерзімі өтіп кеткен хаттарға жауап бергіңіз келмейді, бірақ өзіңізге қажетті басқа іспен шұғылдана отырып, ол хаттарға жауап бере аласыз. Кітаптың 5-ші тарауында екі әдетті бір-біріне тану стратегиясын есіңізде ме? Сол стратегияны пайдаланы әрі жағымды әрекет қағидасымен де байланыстыруға болады. Әдеттерді біз бір-біріне тану, әдеттерді байланыстыру формуласы. Қазіргі әдеттен соң мен өз қажетті әдетті істеймін. Өзіме қажетті әдеттен кейін мен өзім қалайтын әдетті істеймін. Жаңалықтар оқымыз келеді, бірақ өткен күнге алғыс айтуды да ұмытпау керек. Былай істеңіз: таңғы кофені ішкен соң өткен күнге алғыс айтамын, міндеттімін. Алғыс айтып болған соң жаңалықтар оқимын, оқығым келеді. Спорт жарысын көргім келеді, бірақ телефонмен коммерциялық ұсыныстарға жауап беру керек. Былай істеймін: түскі үзілістен соң 3 клиентке қоңырау шалып, міндеттімін. 3 клиентпен сөйлесіп болған соң ESPN телеарнасын көремін, көргім келеді. Фейсбукты тексергіңіз келеді, бірақ спортпен шұғылданатын уақыт тақап қалды. Былай дейсіз: телефонды қалтадан шығарған соң 11 рет берпи жаттығуын жасаймыз, міндеттімін. 10 рет жасаған соң Facebook тексеріп шығарамын, тексергім келеді. Осыларды әдетке айналдырсаңыз, күндердің күнде 3 клиентке қоңырау шалатын немесе 10 рет берпи жасайтын сәтті асыға күтетін адамға айналасыз. Өйткені бұл әрекеттерден соң сіз міндетті түрде соңғы жаңалықтармен танысып, Фейсбуктегі парақшаңызды тексересіз. Істелуі тиіс жұмыстарды атқару, сіз қалаған істерді жасау дегенді білдіреді. Біз бұл тарауды шынайы өмірді жасанды етіп көрсететін бейәдеп стимулдар, мысалы, фотошопталған жарнамалардың адамдарды белгілі бір іс-әрекетке итермелейтін туралы әңгімеден бастадық. Одан соң пайдалы әрі жағымды әрекет туралы баяндадық. Жаныңыз қалаған істі атқарылуы тиіс. Жұмыспен байланыстыру жолдарын көрсеттік. Зауқыңыз соқпайтын, әдетке төселу,
өте қиын міндет, бірақ оны ұнамды ету үшін қарапайым стратегияға жүгінуге болатынын білдік. Мінез-құлықты өзгертудің екінші ережесі – әрекетті ұнамды ету. Іс-әрекет өзіңізге ұнаған сайын күндердің күнде оның әдетке айналу мүмкіндігі жоғарылай түседі. Әдеттер дофаминге тәуелді кері байланыс. Дофамин көтерілген кезде әрекетке түрткі болатын мотивация оянады. Адамды әрекетке итермелейтін марапатқа жету емес, оны күту сәті. Дәмеленген сайын дофамин де көп бөлінеді. Пайдалы іс пен жағымды істі байланыстыру – әдетті ұнамды істердің таптырмас әдісі. Оның стратегиясы – жаныңыз қалаған әрекетті атқарылуы тиіс міндетпен бір уақытта атқару. Отбасы мен достар әдет қалыптастыруға көмектеседі. Венгр Ласло Пальгар 1965 жылы Клара есімді әйелге мазмұны қызық бірнеше хат жазады. Ласло қажырлы еңбек табысқа жеткізеді деген ұстанымға сенеді. Оның бар сенімі осы ұстанымнан тұрады. Ласло тума талант идеясын мойындамады. Оның пікірінше баланы дұрыс ұйымдастырылған жаттығулардың, жақсы тәрбиенің көмегімен кез келген салада ұлы адам етіп шығаруға болады. Оның ұстанымы адам дана болып тумайды, тәрбие мен жаттығулар көмегімен қалыптасады дегенге саяды. Ласлоның осы идеяға жан-тәнімен берілгені сонша, мұны өз балаларына қолданып көргісі келеді. Клараға жазған хатында ол осы тәжірибені жүзеге асыруға көмектесетін әйел іздейтінін жасырмаған. Клара мұғалім болып жұмыс істейді. Бұл идея Ласло сияқты бүкіл болмысымен берілмесе де, дұрыс білім беру арқылы адам қабілетін ашуға болады деп есептейді. Ласло тәжірибе нысанасын ретінде шахматты таңдайды. Ол балаларын шахмат вундеркинді етіп шығару үшін тәрбие жоспарын дайындайды. Балаларын үйде оқытады. Ол кезде Венгрияда мұндай тәжірибе әлі қалыптаса қоймаған. Үйін шахмат туралы кітаптар мен әйгілі шахматшылардың суреттеріне толтырады. Балалар үнемі бір-бірімен шахмат ойнап, әлемде ең мықты шахмат турнирлеріне қатысуы тиіс. Жарысқа қатысатын әрбір шахматшы туралы дерек жинайды. Мұндай картотека жүргізуге бүкіл отбасы қатысады. Ласло балалардың өмірі тек қана шахматқа арналады деп шешеді. Ласло Клараның көңілін тапты. Олар үйленіп бірнеше жылдан соң Пальгар әулетінде Сьюзен, София және Юдит есімді 3 қыз өмірге келеді. Тұңғышы Сьюзен 4 жастан бастап шахмат ойнайды. Жарты жыл өткен соң ол ересектерді жеңе бастайды. Ортаншы қыз Софияның жетістігі одан асып түседі. 14 жасында әлем чемпионы атанып, бірнеше жылдан кейін гроссмейстер атағын алады. Кенже қыз Юдит әпкелерінен озады. Ол 5 жасында әкесін жеңіп кететін дәрежеге жетеді. 12 жасында әлемнің ең үздік 100 шахматшысының құрамына кірген ең жас ойыншы атанады. 15 жасқа толған Юдит шахмат тарихына ең жас гроссмейстер деген атаққа ие болады. Сөйтіп Юдит әйгілі америкалық шахматшы Бобби Фишер рекордын жаңартты. 27 жыл бойы Юдит Пальгар әлемнің үздік турнирлерін топ жарып жүрді. Апалы-сіңлілі Пальгарлардың балалық шағалары өзгелерге ұқсамайтын. Соған қарамастан олар балалық шақ туралы сауалдарға өмірдің бар қызығын көрген бақытты адам ретінде жауап беретін. Мұны олардың бірнеше сұхбатынан байқауға болады. Олар шахмат ойнағанды жақсы көреді. Шахмат тақтасынан бас көтергілері келмеді. Бір түн ортасында Ласло Софияны іздесе, ол суға түсетін бөлмеде шахмат ойнап отыр екен. Қызын ұйықтатқысы келген әкесі София тастарды жайына қалдыр десе, қызы оған «Әке, олар мені жайыма қалдырмайды» деп жауап берген екен. Апалы-сіңлілі Пальгарлар шахматты барлық құндылықтан жоғары қойған ортада өсті. Ойындағы жеңісі үшін мақтау естіп, марапат алды. Олардың шахматтан ғана тұратын әлемінде шахмат ойнау қалыпты дүние еді. Сол сияқты сіз өмір сүретін ортада қалыпты дүниеге айналған кез келген әдет сіздің ең ұнамды іс-әрекетіңіз болып шығады. Әлеуметтік ережелердің еліктіретін күші. Адам топ болып өмір сүретін тіршілік иесі. Біз ортаға бейімделгіміз, басқалармен қарым-қатынас орнатып, олардың сый-құрметіне ие болғымыз келеді.
жақын адамдардың қолдауына мұқтажбыз. Адамзат тарихына көз жүгіртсек, арғы аталарымыз тайпа болып өмір сүргенін көреміз. Тайпадан бөлектену немесе одан сорақысы шеттелу өліммен пара-пар. Жалғыз бөрі өлгенмен үйір қалады. Басқалардан тығыз қарым-қатынас орнатқандар өзін қауіпсіз сезінеді. Сол ортада өсіп-өнеді. Тіршілікке қажетті дүниелерді жетеді. Чарльз Дарвин бұл жайында ғасырларға созылған адамзат тарихында бір-бірімен септесіп өмір сүруге бейім, қиындықтан шығатын жол таба алған адамдар тірі қалып отырғанын байқаймыз дейді. Содан бері көптің қатарына болуға ұмтылу адам баласының ең асыл армандарының біріне айналған. Қалаудың мұндай түрі адамның мінез-құлқына қатты әсер еткен. Біз бұрынғы әдеттер арасынан жақсысын ғана таңдаймыз, оларды көшіріп аламыз. Достар, отбасы, шіркеу немесе мектеп, жергілікті ұйымдар, жалпы қоғам негізін қалап берген сценарий бойынша жүреміз. Бұл ортаның немесе топтың тұрмысқа қашан шығу керек және шыққан дұрыс па, жоқ па, қанша балалы болу керек, қандай мерекені тойлаған дұрыс, туған күнге қанша ақша жұмсаған дұрыс деген сыңайлы өзіне тән болжамы бар стандарттар жиынтығы болады. Көп жағдайда мұндай әлеуметтік ережелер көзге көрінбейтін тәртіпке ұқсайды. Олар біздің күнделікті іс-әрекетімізді басқарып отырады. Сіз оларды байқамасаңыз да сананың бір түпкіріне қашап жазып қоясыз. Сол себепті үнемі өз ортаңыздың әдеттеріне сай әрекет етесіз. Ол туралы ойланбайсыз. Не үшін бұлай істеп жүрмін деп сұрамайсыз. Тіпті кейде есіңізге де түсірмейсіз. Француз философы Мишель Монтен жазғандай, біздің жол нұсқаушымыз қоғамның әдет-ғұрыптары. Көпшілікпен ұзақ уақыт бірге болу сізге ауыртпалық түсірмейді. Өйткені әркім сол ортаға тиесілі екенін сезінгісі келеді. Шахмат ойнау қабілетіңіз үшін мақтап, марапат беретін ортада өссеңіз, шахмат ойнау сіз үшін қызықты әдетке айналады. Әріптестердің бәрі жұмысқа қымбат костюм киіп келсе, сіз де тым құрса бір қымбат костюм сатып алуға ыңғай танытасыз. Достар өздері ғана түсінетін әзіл айтып, жаңа сөздер қолданса, бірге екенімізді білсін деп, сіз де соны қайталайсыз. Ортаға бейімделуге көмектесетін іс-әрекеттер әрдайым сіздің көңіліңізден шығады. Әдетте біз мына топтардың әдеттеріне еліктейміз. Жақын араласатын орта, көпшілік орта, абыройлы адамдар тобы. Әрбір топ мінез-құлықты өзгертудің екінші заңын қолдануға және әдеттерді мейлінше ұнамды етуге мүмкіндік береді. Жақын араласатын ортаға еліктеу. Жақын араласатындар адамның мінез-құлқына қатты әсер етеді. 6-шы тарауда сөз еткенімізде, бұл әсердің болуы физикалық орта үшін де, әлеуметтік орта үшін де қалыпты жағдай. Біз айналамыздағы адамдардың әдеттерін бойға сіңіруге бейімбіз. Ата-ана қалай ұрысса, достар, қыздарға қалай қырындаса, әріптестер қалай жетістікке жетсе, бәрін айна-қатесіз қайталаймыз. Достар анаша шексе, міндетті түрде дәмін татып көреміз. Әйеліңіз ұйықтар алдында есіктің құлыптанғанын 2 рет тексеретін әдет болса, сіз де солай жасауға дағдыланасыз. Мен байқамай айналамдағы адамдардың іс-әрекетіне еліктейтінімді түсіндім. Жоғарғы оқу орнында бөлмелестерім сияқты сөйлеуді әдетке айналдырдым. Шетелге сапар шеккенде жергілікті халықтың сөйлеу мәнерін қабылдадым. Бұлай жасама деп өзіме ескерту жасасам да, сөзім солай шығып кетіп жүрді. Негізі біреумен жақын араласқан сайын, оның кейбір әдетіне еліктеу мүмкіндігі де артады. Жаңа зерттеулердің бірінде 32 жыл бойы 12 мың адамның іс-әрекеті бақыланған. Зерттеу артық салмақты досы бар адамның болашақта семіру ықтималдылығы 57%-ға артатынын көрсетті. Керісінше тағы бір зерттеулерде жақын араласқан бір адам салмақ тастаса, оның серігі де көп ұзамай арықтайтын дәлелденген. Достар, отбасы бізге білдірмей әсер етеді, өзіне икемдейді. Әлбетте, жора-жолдастарымыз бізді жаман әдетке итермелесе, оның зардабы тимей қоймайды. Ғарышкер Майкл Массимино Массачусетс технология институтының аспирантурасында оқып жүрген кезінде робот жасаудың қысқа курсын жазылады. Курста 10 адамның 4-еуі ғарышкер атанады.
олардың ғарышты көру арманын орындауына қысқа курс оқып жүргенде түскен орта ықпал етті. Тағы бір зерттеу 12 жастағы бала досының IQ деңгейі жоғары болса, интеллектінің табиғи дамуын есепке алмаған күннің өзінде 15 жасқа келгенде оның IQ деңгейі әлдеқайда жоғары болатынын көрсеткен. Біз айналамыздағылардың қасиеттері мен тәжірибесін бойымызға сіңіреміз. Жақсы әдет қалыптастыру үшін не істеу керек деп сұрайтындарға тиімді бір жолын ұсынамын. Ол үшін жаныңыз қалаған іс-әрекеттерді қабылдай алатын ортаның бір мүшесі болуға талпыныңыз. Егер қасындағылар күн сайын сіздің іс-әрекетіңізді қайталаса, жаңа әдет қалыптастыру оңайға соғады. Айналаңызға кілең спортты сүйетін қауым жиналса, көп ұзамай сіз де жаттығумен айналысуды ортақ әдет деп қабылдай бастайсыз. Айналаңызда джазды жақсы көретіндер көп болса, күн сайын джаз ойнау қалыпты дүние екеніне өзіңізде сене бастайсыз. Әрбір адам үшін қалыпты дүниені орнататын оның қоршаған ортасы. Өз бойыңыздан қандай қасиет көргіңіз келсе, айналаңызға сондай әдетті жақсы көретін жандарды жинаңыз. Сол кезде олармен бірге өсесіз. Әдеттерді одан сайын ұнамды ете түсу үшін тағы бір саты жоғары деңгейге көтеріліңіз. Сіз қалаған іс-әрекетті қалыпты деп қабылдайтын ортаның мүшесі болсаңыз, олармен ортақ қасиеттеріңіз пайда болады. Нью-Йорк қаласында кәсіпкер Стив Камп Nerd Fitness компаниясын басқарады. Бұл компания компьютер фанаттарына жолы болмағандар мен мутанттарға арықтауға, салауатты өмір салтын ұстануға көмектеседі. Оны клиенттердің арасында бейне ойынға тәуелділер, кино құмарлар, қарапайым Джода, қарапайым америкалық бар. Бәрі шымыр болуды армандайды. Көпшілігіміз алғаш рет спорт залына барғанда немесе тамақтану жүйесін өзгертуге тырысқанда өзімізді басқа әлемге тап болғандай жайсыз сезінеміз. Дегенмен бір топта адамдармен ортақ қасиеттеріміз болса, мәселен бәріміз жұлдыздар соғысын жақсы көрсек, өзгеру процесінде бірге жақсы көріп кетеміз. Өйткені біз өзімізге ұқсайтын адамдардың да солай істеп жүргенін көреміз. Белгілі бір топтың мүшесі болу адамға ерекше мотивация сыйлайды. Себебі жеке ізденіс ортақ ізденіске айналады. Бұрын жападан-жалғыз болдыңыз, болмысыңызды ешкім түсінбейтіндей көрінді. Мәселен, сіз оқырмансыз, музыкантсыз, спортшысыз, оқырмандар клубына, музыкалық топқа немесе велосипедшілер тобына қосылдыңыз делік. Енді сіздің болмысыңыз айналаңыздағы адамдарға байланысты дами бастайды. Даму мен өзгеру бұдан былай сіздің жалғыз істейтін әрекетіңіз емес. Енді біз оқырманбыз, біз музыкантпыз, біз велосипедшіміз деп айта бастайсыз. Ортақ мүдде жеке болмысыңызға күш береді. Сол себепті біз көпшілікпен бірге болу, әдет қалыптастыру үшін маңызы зор дейміз. Өйткені жаңа болмысты сақтап қалуға және жаңа әдетті ұзақ уақыт ұстануға достық пен қауымдастық ерекше көмектеседі. Көпшілікке еліктеу. 1950 жылы психолог Соломон Аш қатарынан бірнеше тәжірибе жұмысын жүргізді. Қазір бұл жұмыстар студенттерге дәріс ретінде оқылып жүр. Тәжірибе басында сынаққа қатысушы бір топ адам отырған бөлмеге кіреді. Олардың бәрі алдын ала дайындалған актерлер. Зерттеушілер оларға сұраққа қалай жауап беру керектігін үйретіп қояды. Бірақ бұны сынаққа қатысушы ғана білмейді. Топтағы адамдарға бір сызықтың суреті бар карточканы көрсетеді. Одан соң бірнеше жолақты суреті бар екінші карточканы көрсетеді. Арнайы дайындалған актерлерге екінші карточкадағы бір жолақты таңдауға тапсырма береді. Бұл жолақтың ұзындығы бірінші карточкадағы жолақтың ұзындығымен бірдей. Бұл өте оңай тапсырма. Тәжірибе әрдайым бірдей басталып отырды. Бірнеше рет оңайлау тапсырма беріліп, залдағылардың барлығы дұрыс жолақты таңдайды. Бірнеше раундтан кейін қатысушыларға жеңіл тапсырманы тағы қайталатады. Бірақ бұл жолы залда отырған актерлер дұрыс емес жауапты таңдайды. Мәселен, жолақтарды салыстырып, осылардың бір деген таңда деген тапсырмаға актерлер олар жолақтан екі түрлі екенін біле тұра әдейі бірдей деп айтады. Сынаққа қатысушы олардың алдап отырғанын түсінбей әбден абдырап қалады. Қателескеніне өзі сенбей отырады. Дұрыс емес жауап таңдағаны іштей күледі. Қасындағылардың жауабына қарайды. Олардың бәрі қате нұсқаны таңдаған сайын қобалжи бастайды.
Біраз уақыттан соң сынаққа қатысушылар өз жауабының дұрыстығына күмәндана бастайды, сөйтіп қате жауаптың дұрыстығына сеніп қалады. Аш бұл тәжірибені бірнеше рет және әртүрлі әдіспен жүргізіп көрсетеді. Залда отырған актерлердің саны көбейген сайын олардың пікірінде сынаққа қатысушылармен бірге актер ғана бетпе-бет келсе, оның пікірі өзгермейді. Қарсы алдында тұрған адамды жай ғана манекен ретінде қабылдайды. Бөлмеде екі актер отырса, олардың пікірі сынаққа қатысушыға аса қатты әсер етеді. Алайда актерлердің саны өсіп 3-4 адамға, кейін 8 адамға жеткенде сынаққа қатысушылар өз ойына өзі күмәндана бастайды. Тәжірибе соңында сынаққа қатысушылардың 75%-ы топтағылардың қате жауабын қолдаған. Сол сияқты біз де іс-әрекетіміздің дұрыс-бұрыстығына көз жеткізе алмасақ, таңдау жасау үшін көпшіліктің пікіріне жүгінеміз. Айналамыздағыны көшіріп алуға бейім болғандықтан өзімізге басқалар не істейді деген сұрақ қоямыз. Amazon Yelp немесе TripAdvisor сайтындағы пікірлерді оқып шығамыз. Өйткені саяхаттаған кезде басқалардың ең жақсы тауарына, тамағына және әдетіне еліктейміз. Біз оны дұрыс шешім деп қабылдаймыз. Оған цифрлармен дәлел келтіруге болады. Бірақ бұның теріс жағы да бар. Көпшіліктің іс-әрекеті көп жағдайда жеке тұлғаның өзі қалайтын іс-әрекетін жеңіп кетеді. Мына мысалға қараңыз. Тағы бір зерттеуде үйдегі бір шимпанзе жаңғақ тесудің жолдарын зерттеп, тиімді тәсілін ойлап табады. Кейін ол күрделірек тәсілді қолданып жүрген келесі бір үйге қосылады. Үйірге түскен соң басқа шимпанзелермен араласу үшін өзінің тиімді тәсілін ары қарай қолданудан бас тартады. Адамдар да соған ұқсас. Топтың қағидаларына сәйкес әрекет етуге тырысқан кезде адам іштей қысымға ұшырайды. Олармен дауласып, жеке ұстанымды қорғап шыққаннан гөрі көпшіліктің ортасында қабылдана салған әлде қайда нәтижелі көрінеді. Көп жағдайда біз жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адасқанды қалап тұрамыз. Адам баласының ақыл-ойы басқалармен қалай тіл табысу керектігін біледі, тіл табысқысы келеді. Бұл біздің табиғи жаратылысымыз. Сіз оған қарсы әрекет ете аласыз. Көпшіліктің пікіріне құлақ аспауға, басқалардың не ойлайтынына бас қатырмауға болады. Алайда ол көп күш-жігерді қажет етеді. Қоршаған орта қағидаларына қарсы шығу үшін қосымша күш жұмсау керек болады. Әдеттерді өзгерту, өз тайпана қарсы шығу дегенді білдірсе, өзгеріс сізге тартымсыз болып көрінеді. Ал өзгерту ортаға бейімделу дегенді білдірсе, ол өзгерісті еріксіз жақсы көріп кетесіз. Абыройлы адамдарға еліктеу. Қай заманда болмасын адамдар билікке, даңққа және мәртебеге ұмтылған. Омырауымызға орден медаль тағып жүргіміз келеді. Бәріміздің арманымыз ірі компанияның басшысы немесе президенті болу. Мені мойындаса екен, маған бағынса екен, мені марапаттаса екен дейміз. Бұл үрдіс атақ құмарлық болып көрінуі мүмкін, алайда құптарлық әрекет. Тарихтан түсінгеніміз, билік пен мәртебеге ие адамның ресурсы көп болады. Ол күйбең тіршілікті көп уайымдамайды. Мұндай адамдарға көп адам серік болғысы келеді. Біз құрметке, қолдауға, мақтауға және дәрежеге жетуге мүмкіндік беретін әрекеттерге қызығамыз. Жаттығу залында кермеге тартыла алатын атлет немесе күрделі аккордтарда ойнай алатын музыкант болғымыз келеді. Немесе талантты баланың ата-анасы болсақ дейміз. Өйткені сол арқылы біз ортада ерекше адам болып көрінеміз. Ортаға бейімделген соң ерекше болып көрінуге тырысамыз. Өмірде көп жетістікке жеткен адамдарға еліктеуіміздің бір себебі осы. Табысты адамдардың іс-әрекеттерін қайталағымыз келеді. Өйткені біз де табысқа жетсек деп армандаймыз. Күнделікті әдеттеріміздің көбі өзіміз табынатын адамдарға еліктеуден туған. Сіз өз салаңыздағы үздік фирмалардың маркетинг стратегиясын қолданасыз. Сүйікті аспаз кеңесімен тамақ әзірлейсіз. Сүйікті жазушыңыздың стилін ұрлайсыз. Басшыңыздың қарым-қатынас әдебіне еліктейсіз. Оларға еліктейтін себебіміз қызығамыз әрі қызғанамыз. Мәртебесі жоғары адамдар басқалардың қолдауынан, құрметінен және мақтауынан ләззат алады. Біреулер істеген ісіміз үшін мақтау айтып, қолдау көрсетіп құрметтесе, біз бұны ұнамды әрекет деп те есептейміз. Сонымен бірге абыройымызды түсіретін әрекеттерден
бойымызды алшақ ұстаймыз. олақ көрші атамыз үшін өсімдік қоршауын түзейміз. Көгалды тегістейміз. Анамыз қонаққа кеткенде үй жинаймыз. Өйткені ұрыс естігіміз келмейді. Басқалар мен туралы не деп ойлайды екен деген сауалға бас қатырамыз. Және соны жауабына сәйкес іс-әрекетімізді өзгертуге тырысамыз. Алдыңғы тарауда айтылған апалы-сіңлі болгарлар сыртқы ортаның адам мінез-құлқын қалыптастыруға қалай әсер ететінін айқын көрінісі. Қыздар күніне бірнеше сағат бойы шахмат ойнауды үйреніп, ондаған жылдар бойы осы әрекеттерін қайталай береді. Бірақ бұлар бұл әдеттерін жақсы көреді және ұзақ жылдар бойы сақтап қалды. Өйткені өздері өскен ортада қолдауға ие болды. Олардың шахматты тастап кетпеуіне себеп көп еді. Ата-анасы демеуі болды. Оның үстіне гроссмейстер сияқты түрлі дәрежелерге жетіп, көпшілікті мақтауына ие болды. Біз өмір сүретін орта қандай әдеттердің ұнамды болатынын анықтайды. Біз айналамыздағы жандар мақтайтын және қоршайтын әдеттерді қалыптастыруға бейімбіз. Өйткені ежелгі заманнан бері тайпамен тіл табысып, әрдайым солардың қатарына көрінуге ұмтыламыз. Біз мынандай әлеуметтік топтардың әдеттеріне еліктеуге бейімбіз. Жақын араласатын орта, отбасы және достар, көпшілік тайпа және абыройлы адамдар тобы, мәртебесі мен дәрежесі жоғарылар. Жақсы әдет қалыптастыруға көмектесетін тиімді әрекеттердің бірі сіз ұнататын әрекеттерді қалыпты деп қабылдайтын ортаның мүшесі болу. Сол кезде сіздің олармен ортақ мүддеңіз болады. Тобырдың іс-әрекеті жеке тұлғаның өзі қалайтын іс-әрекетін жеңіп кетеді. Көп жағдайда біз жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адасқанды қалаймыз. Әрекет қолдауға, құрметке және мақтауға ие болса, біз үшін ол ұнамды әрекет болып есептеледі.